Армысыздар, құрметті көрермен, арнамызда бірінші студия хабары бағдарламамыздың бүгінгі қонағы ақпарат және қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары Қабдыраш Абзал Қайратұлы. Абзал, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізді осы студияда көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгінгі тақырыбымыз жастар саясаты. Осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітсек деп отырмыз өзіңізбен. Жалпы былтыр ғана елімізде жастар туралы заң қайта қабылданды. Жастардың жасы 35 жасқа дейін ұзартылды. Жалпы осы жаңа заңда жастарға қандай жаңашылықтар қарастырылған? Дұрыс айтасыз. Жастар туралы заңның қайта қабылданғаны жөнінде жастардың жасы 35 жасқа дейін ұлғайтылды. Ол өз кезегінде өңірдегі біз үшін жастардың да ауқымын кеңейтті деп айтуға болады. Өздеріңізге белгілі, осы уақытқа дейін 29 жаспен шектелген болатын, енді 35 жасқа дейін көтерілді. Қазіргі уақытта Павлодар облысы бойынша 2023 жылдың қорытындысына сәйкес 207.660-тан астам 35 жасқа дейінгі жастар тіркелген екен. Оның ішінде қала жастары 60%-дан астам, қалған ауылдық елді мекендердің жастары. Бұл кез келген жаңашылдық, кез келген өзгеріс, былайша айтқан кезде қоғамда белгілі бір деңгейде өзінің пайдасын, өзінің әсерін тигізіп жатады. Және оны қазіргі біздің жастарымызда сезініп жатыр деп ойлаймын. Түрлі жеңілдіктер бар, несие саласында болсын, шығармашылықпен айналысатын жастарға қатысты болсын, президенттік кадрлық резерв мәселесі бойынша да мемлекеттік қызметке тұрған кездегі жастарға да арнайы квоталар беріліп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, облыстық, қалалық, аудандық, облыстық мәслихат деңгейінде жастардың квотасы бар. Мәжіліс деңгейінде де арнайы жастардың квотасы енгізілген болатын. Осы тұрғыда түрлі жеңілдіктер бар, және оны барынша әріптестерімізге, замандастарымызға жеткізу біздің және сіздің ортақ міндетіміз болғаннан кейін бұл тұрғыда да барынша жұмыс жасайтын боламыз. Егер қандай да бір осы заңға қатысты, я болмаса жастар саясатына қатысты жеңілдіктер, жастарға қатысты бір жобалар мен туындаған сұрақтар болса, біздің облыстық ақпарат және қоғамдық даму басқармасымен тікелей байланысқа шыға алады. Біз әрдайым байланыста болып барынша көмек көрсетуге дайынбыз, және бізге қарасты мемлекеттік мекеме бар. Бұл жастар бастамаларын дамыту орталығы деп аталады. Сіздер жақсы білесіздер, Ломов 38 көшесінде орналасқан Павлодар қаласында. Дәл осындай орталық әрбір қалада, әрбір ауданда бар. Жастары ресурстық орталықтар деп аталады. Қандай да бір мәселелер туындаған кезде осы орталықтар арқылы жүгініп, бізге өтініштеріңізді жеткізсеңіздер болады. Барынша қарастырып, біз әрдайым қолдау беруге дайынбыз. Заңның қабылданғанына 1 жыл толады. Енді осы 1 жыл уақыт ішінде қандай да бір нәтижеге қол жеткіздік деп айта аламыз ба қазір? Енді жаңадан қабылданған заң болғаннан кейін бірінші кезекте біздің мақсатымыз ақпараттандыру болды. Яғни жергілікті өңірдегі 35 жасқа дейінгі жастарымызды осы категорияға ілінетін барша замандастарымызды ақпараттандырып, оларға мүмкіндіктері жайында барынша айтып беру. Ол жаңаға айтқандай шығармашылық салада болсын, мемлекеттік қызметтегі салада болсын, кәсіпкерлік саласындағы болсын, я болмаса басқа да түрлі салада қандай жеңілдіктер қарастырылған, қандай тұрғын үй бағдарламаларына олар мүмкіндіктері бар екендігі, және денсаулық сақтауға қатысты қандай да бір жеңілдіктер бар шығар, мүмкін жұмыспен қамту мәселелері. Осы заң аясында қандай тармақтар қарастырылған, барынша ақпараттандыруға тырыстық, және әлі де жұмыс жасап жатырмыз. Енді нәтижесі жайында ауыз толтырып айтуға әлі асығыс шығар, бәлкім уақыттың еншісіне қалдырайық, бірақ жұмыс оң нәтижесін береді деген ойдамын. Жаңа заң қабылданысымен жастардың тұрғын үй мәселесін шешуге қаншалықты бір пайдасын тигізе алды бұл заң? Қоғамдағы негізгі мәселелердің бірі ғой баспанамен қамту деген. Үйдің мәселесін шешу, баспаналы болу, бұл тұрғыда жуырда ғана республикалық деңгейде енді әрбір өңірде өзінің өңірлік бағдарламалары жүзеге асырылып жатыр. Алматы жастары, Астана жастары, мысалы Жетісу жастары деген секілді. Сол секілді Павлодар облысында да мұндай тұрғын үй бағдарламасы іске қосылды. Былтырғы жылы оның бюджеті қаражаты бекітілді, ережесі жасақталды, оған кімдер қатыса алатындығы, категориясы барлығы бекітілді. Ол бағдарлама ертіс жастары деп аталды. Осы ертіс жастары бағдарламасы жергілікті әкімдіктер арқылы, яғни мысалы Павлодар қаласының әкімдігі, Ақсу қаласының әкімдігі деген секілді жергілікті әкімдіктің және отбасы банкінің сүйемелдеуімен қатар жүзеге асты. Яғни осы жерде қаражатты жергілікті әкімдік бөледі, ал отбасы банк сол кредит несиелендіруді жүзеге асыратын
негізгі мекеме болып бекітілген. Бұл бағдарлама бізде Ломов 38 жаңа жастар бастамаларын дамыту орталығында өтті. Таңнан кешке дейін барынша консультациялар жасалды, оған үміткерлер де келіп тіркелді. Қазіргі уақытта жастар бастамалары орталығы мен Отбасы банктің жергілікті әкімдіктің жұмысының нәтижесінде бұл ертіс жастары бағдарламасының қорытындысы жарияланды күні кеше ғана, және оған іліккен азаматтарды барынша шын жүректен құттықтаймыз. Ілікпеген азаматтар уайымдамасын, налымасын, келесі жылда Құдай қаласа, алдағы жылдарда мұндай бағдарламалар жалғасын тауып жатса, міндетті түрде баспаналы болуға мүмкіндік бар. Енді қазір сізде заңды сұрақ туындауы мүмкін, ертіс жастарына кімдер қатыса алады деген. Бұл бағдарлама өңірлік жастарға арналғаннан кейін әр өңірде өзінің спецификасы болды. Бізде Павлодар облысында ертіс жастары бағдарламасына бірінші кезекте журналистер қауымы іліге алатын мүмкіндік болды. Бақ саласының өкілдері, медицина саласының қызметкерлері, жас мұғалімдер және өнер саласының азаматтары. Көп жағдайда мысалы бақ өкілдері мен өнер саласының азаматтары республикалық деңгейдегі бағдарламалардан тыс қалып жатады. Мысалы шаңырақ болсын, 7-20-25 болсын, олардан мысалы әскери бағытта, мұғалімдік бағытта, дәрігерлік бағытта белгілі бір категорияларға кірсе, бақ саласы мен жаңа өнер өкілдері қалып жатады. Сол себептен міндетті түрде осы екі саланың өкілдерін біз өңірлік бағдарламаға қостық, және биыл Құдай қаласа олар да баспаналы болады деген ойдамын. Жалпы жүзеге асырылып жатыр. Енді нақты санына айтатын болсақ, Павлодар қаласы бойынша шатаспасам бір 40-қа таяу баспана, ал Ақсу қаласы бір 6 мен 10 баспананың айналасында болу керек. Осы биылғы жылға бұл алғашқы жоспар. Енді Құдай қаласа бұл пилоттық жоба болғаннан кейін алдағы уақыттарда ауқымын кеңейтеді деген сенімдеміз. Бұл адамдар қай уақытта баспанасына қол жеткізе алады? Енді мына жерде бағдарламаның өзінің шарттары бар. Яғни белгілі бір тиісті құжаттарды беру керек, яғни ол кісілердің өз аттарына баспаналары болмау керек, және 35 жасқа дейін болу керек деген секілді, 5 жылға дейін баспаналары болмау керек деген секілді алғы шарттары болды, және оларға берілетін кредиттің белгілі бір мөлшері бар, 18 миллионға дейін. Жалпы 18 миллионға дейін мысалы несиеге рұқсат етілген болса, олар осы 18 миллионға дейінгі екінші нарықтағы баспананы тауып, мысалы сіз баспана сататын болсаңыз, мен ертіс бағдарламасы арқылы несиелендіруді алдым, сіз мысалы 19 миллион сұрап тұрсыз баспанаңызға, біз келісіп 18 миллион деп қолма-қол келісімге келетін болсақ, сіздің баспанаңызды мен ертіс жастары арқылы өз атыма аударып, қаражатты сіздің шотыңызға жіберіп, әрмен қарай несиені сол банк арқылы жүзеге асыратын боламыз. Жалпы енді процедураны жүзеге асыру әрі кетсе бір 3-4 ай шығар меніңше, максимум тұрғыда есептегенде. Енді ең бастысы несиеге рұқсат алынды, қазір баспана табылса, Құдай қаласа жүзеге асады. Халықтың әлі жартысы деп айтсақ болады, ауылда тұрады. Оның ішінде жастар бар, және өзіңіз айтып өттіңіз, шамамен 40% әлі ауылда деп. Осы ауылдағы жастар осындай жеңілдіктерден тыс қалып қойған жоқ па? Ауыл жастарын ақпараттандыру, түрлі бағдарламалармен қамту, түрлі шараларға қатыстыру мәселесі бойынша жаңа атап өткендей, әрбір ауданда жергілікті жастар ресурстық орталықтары жұмыс жасайды. Енді біз негізгі жұмыс күшіміз солар арқылы жүргеннен кейін сол орталық туралы айта кетейін. 2023 жылдың қорытындысы бойынша біз осы жастар орталықтарының ең үздік 5-тігін анықтаған болатынбыз. Сол 5-тіктің ішіне бізге Успен ауданының, Баянауыл ауданының және Екібастұз ауылдық аймағының жастар ресурстық орталықтары кірді. Бұл нені білдіреді? Яғни аудандық қалалық ресурстық орталықтар ауыл жастарымен тығыз жұмыс жасап жатыр дегенді білдіреді. Енді әрине бізде бұдан бөлек мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс деген бағыт бар. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында биылғы жылы біз 14 жобаны жүзеге асырамыз. Былайша айтқанда лоттар ғой, әлеуметтік госзаказ. Сол 14 мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың ішінен барлығына арнайы спецификаны жазған кезде, техникалық құжаттаманы жазған кезде ауыл жастарымен жұмыс жасауды міндетті түрде қостық. Мысалы біздің сол жаңа белгілі бір лотты отбасы құндылықтары болсын, наркомания болсын, лудомания болсын, болмаса мүмкіндігі шектеулі жастармен жұмыс жасауға қатысты жобаларды ұтып алған үкіметтік емес ұйымдар міндетті түрде ауыл жастарымен жұмыс жасау керек. Себебі ол техникалық құжаттамаға енгізілген. Осы арқылы біз ауыл жастарын түрлі шараларға қамти отырып, барынша ақпараттандыру бойынша жұмыс жасаймыз. Әрине енді бір дегеннен барлық ауыл жастарын қамту мүмкін болмайтын шығар дей тұрғанмен біздің мақсатымыз сол.
ауылдағы жастарды ауылдан жұлып алып қалаға алып келу емес, ауылда тұрып мемлекеттік қандай жеңілдіктерді пайдалана алады. Ол кәсіпкерлік саласындағы несие болсын, жұмысқа орналасудағы жеңілдіктер болсын, жаңа дипломмен ауылға бағдарламасы болсын, болмаса ішкі көші-қон бағдарламасы бойынша қандай да бір жеңілдіктер бар, соның барлығын қамту үшін біз ауыл жастарымен тығыз жұмыс жасайтын боламыз. Әрине, әлі де жетілдіретін тұстар бар, әлі де тереңдейтін, барынша қазбалайтын, тығыз қарым-қатынас орнататын мәселелер бар, бірақ олардың барлығын алдағы уақытта біз енді тығыз жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Және өздеріңізге белгілі, күні кеше ғана ақпарат және қоғамдық даму басқармасына жаңа басшысы тағайындалды. Астана қаласынан арнайы президент әкімшілігінен Сейдуманов Әлнұр Серікұлы тағайындалған болатын. Ол кісінің де негізгі жоспары қала жастарын, ауыл жастарын бір орталыққа шоғырландырып, барынша ақпараттандыру. Негізі жастар мәселесі деген кезде біздің ойға тағы да бір мәселе түседі. Осыдан бірнеше жыл бұрын Павлодар облысында жастар ісі жөнінде үлкен басқарма болған. Бұл басқарма деңгейінде жұмыс жасады, бірақ кейін өзгерістердің нәтижесінде ол үлкен басқарма бөлім болып ішкі саясаттың ішіне отырды. Қазір енді былай қарасаңыз 200 мыңнан астам жас бар. Сол 200 мыңнан астам жастарды шағын ғана бөлім жұмысын жасап отыр. Негізі басқарманың деңгейінде жұмыс жасауға болатын еді. Енді бұл жөнінде де әлі біз талқылаймыз, әлі де қарастырамыз. Бұл позицияны біз де қорғап қалатын боламыз. Жалпы қысқаша айтқан кезде осылай. Кезінде осыдан бірнеше жыл бұрын үлкен басқарма болып жұмыс жасаған, қазір тек қана 3-4 адамның бөлімнің деңгейінде жұмыс жасалып жатыр. Ол да өзіндік әсерін тигізіп жатыр. Өйткені бізде жылдан жылға жастардың саны ұлғайып жатыр, ал біз керісінше бөлім болып оларды шағын жерге шоғырландырып, сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Кішкене былайша айтқанда дисбаланс, тепе-теңдік сәл келіңкіремей тұр. Бірақ енді меніңше оны оң шешуге болатын секілді. Жастар арасындағы тағы бір мәселе жұмыссыздық ауылды жерлердегі жастардың арасында өте көп деп айтсақ болады. Жалпы ауылда жұмыс жүрген жастар көп. Не болмаса бір кәсіп ашқысы келеді, бірақ оған қаржы қол байлау деген сияқты осы кәсіппен айналысамыз деген жастарға мемлекет тарапынан қандай қолдау бағдарламалары бар? Мысалы, жастар саясаты дегенде онымен тек қана ақпарат және қоғамдық даму басқармасымен шектелмеу керек. Себебі жастар деген әр саланың жастары бар. Мәдениет саласының жастары бар, жаңа өзіңіз айтқан кәсіпкерлік саласының жастары бар, білім саласының жастары бар, медицина саласының жастары бар. Әрбір тиісті басқарма өзінің құзыреттілігінде өзінің жастарымен жұмыс жасайды. Өйткені оларға да ұрпақ сабақтастығы қажет. Мысалы, қазір егде жасқа жеткен дәрігерлерді ертең кім алмастырады? Оны сол медицина саласының жастары алмастырады. Кәсіпкерлік саласында да солай, білімде де солай. Енді нақты біздің басқарма бойынша жасалып жатқан бір жобаға тоқтала кетейін. Ол жас проект деп аталады. Министрлік деңгейінде мақұлданған жоба, яғни қала жастары болсын, ауыл жастары болсын, биыл ақпараттандыру жақсы жүріп жатыр. Өздерінің бизнес идеясы болса, жаңа жұмыссыз жастарға арналған. Мысалы, менің жасым 35-ке әлі толған жоқ. Мен жұмыссызбын, ауылдық жерде тұрып жатырмын, бірақ менің өзімнің бизнес идеям бар. Оны жүзеге асыру үшін не істеуім керек? Жаңа жас проект бағдарламасына мен өтінім тастайын, өзімнің жұмыссыз екенімді дәлелдейтін құжатты бекітем және өзімнің бизнес жоспарымды берем. Осы арқылы комиссияның шешімімен 1 миллион теңгеге дейін қаржылай қолдау алуға болады. Бұл қолдау несие емес, бұл қолдау қарызға берілетін қаражат емес, бұл қолдау грант ретінде. Яғни сіз өзіңіздің жобаңызды, қайтарымсыз грант, өзіңіздің жобаңызды жүзеге асыруға 1 миллион теңгеге дейін үкіметтен жаңағы жеңілдік ала аласыз. Былайша айтқанда грант ол тек қана жастар саясаты мәселесі жөнінде ішкі саясаттың ақпарат және қоғамдық даму басқармасының жұмысы. Бұл секілді мұндай жобалар әсіресе кәсіпкерлік басқармасында өте көп жасалады. Ауыл шаруашылық басқармасында жас кәсіпкерлерге кәсібін бастағысы келген ауыл шаруашылығы саласында жұмыс жасайтын азаматтарға көптеген жеңілдіктер бар. Енді оның барлығына жергілікті жаңа ресурстық жастар орталықтарынан жауап табуға болады, немесе тиісті құзыретті басқармаға. Негізі біздің жұмыс жалпы былайша айтқанда үйлестіру, координация. Ал түптің түбіне келген кезде әр басқарма тікелей өзінің жас толқынымен жұмыс жасау керек. Заман талабына сай болу үшін бүгінгі жастар сіздің ойыңызбен, көзқарасыңызбен қандай болу керек? Өткенде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтып, әр өңірлерде креативті хабтарды ашу керек деді. Яғни біздің жастарымыз креативті болу керек деді. Ол жөнінде де жұмыс жасаймыз. Негізі креативті индустрияның негізгі түпкі мақсаты ол өзіңнің идеяңды табысқа айналдыру, яғни талантың арқылы табысқа жету. Мысалы,
жаңа қолөнер шеберлері, олар талант қой. Қолдан бұйым жасайды, сол бұйымды сатады, сол бұйымды сату арқылы өзіне табыс жасайды. Мысалы, жаңағы түрлі сценаристер, киноиндустрияның адамдары, олар жаңағы киноның сценарийін қағаз бетіне түсіреді, сол сценарийді жаңағы режиссерларға сата ма, я болмаса өздері түсіріп, коммерциализация жасап, сол арқылы пайда табады. Креативті жастар дегеніміз, меніңше сол, жаңағы той саласының жастары болсын, түрлі индустрияның саласының жастарын алуға болады. Ал бірақ қазіргі біздің қоғамдағы, енді жақсы жағынан айта бергеннен бұрын мәселені де көтеру керек. Біздің қазіргі қоғамдағы дерттің бірі ол құмар ойындарға тәуелділік. Қазіргі жастар арасында бұл да өте белең алып келе жатыр. Онымен күресу үшін үкіметтік деңгейде де алғы шарттар, талаптар, міндеттемелер жасалып жатыр. Бірақ дей тұрғанмен лудоманиямен болсын, наркоманиямен болсын, құмар ойындармен күресу бұл әр адамның өзінен басталады ма деп ойлаймын. Және барынша жастарымызды, замандастарымызды, достарымызды құмарлыққа ермеуге шақырамын. Себебі ресми статистика бойынша Қазақстандағы әрбір 5-ші суицид осы құмар ойындардың кесірінен болады. Қазақстандағы әрбір отбасыдағы ажырасу мәселесі осы құмар ойынға кіріп кетіп, қарызға батқанның мәселесінен туындап жатады. Жалпы жастарды осы құмар ойыннан алшақ болса екен деп ойлаймын. Қазіргі заманда құмар ойыннан алшақ болсақ, ұлттық құндылықтарды бойымызға сіңіре білсек, осы елге қызмет етеміз деген түпкі ойды санамыздан өткізіп, жүрекпен қабылдай алсақ, қазіргі нағыз жастарымыз үлгілі жастар бола алады деп ойлаймын. Мен бүгінгі жастар қандай болу керек деп сұрақ қойымда бір себебі бар. Өзіңді ең алғаш осы Ертіс Баян өңірі ақын ретінде, айтыскер ақын ретінде таныды. Қазір міне әкімдікке барып шенді болдың, шенеунік болдың. Жалпы ақындық пен әкімдікті қатар алып жүру қиын емес па? Бұрын шығармашыл адамдардың бірі еді, қазір шенеунік адамдардың бірі болып кеттік. Енді ол да мемлекеттік қызметке, былайша айтқанда, аспаннан аяғымыз салбырап топ ете түсіп келген жоқпыз. Ойда жоқта қабылданған шешім емес. Жалпы мемлекеттік қызметке де іштей дайындалып, өзіме мақсат қойып, сол мақсатпен келген едік. Түпкі мақсатымыз жайлы орындыққа жайғасып, басшылық лауазымды алу емес. Түпкі мақсатымыз осы қолымызда тұрған ресурстарды пайдаланып, қолымыздағы бар нәрсені пайдаланып, халыққа неғұрлым пайдалы жұмыс жасасақ па деген түпкі ой. Ақындық пен әкімдікті қатар алу өте қиын. Қазақта сөз бар ғой, екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деп. Сол бірақ екі кеменің басын ұстап суға кетіп қалмайықшы деп жүрген адамдардың біріміз. Өйткені мемлекеттік қызметте жүрген кезде оның ішкі болмысын, әкімдіктің ішкі дүниесін сонда жүрген адамдар түсінеді. Бірақ ол ішкі әкімдіктің ортасынан шығып, жиналыстардан, хаттамалардан, протоколдың ортасынан шығып, ертең күні шығармашылық ортаға келу, бұл тіпті екі бөлек дүниеде. Өйткені шығармашылық ортада, айтыс саласында жаңа өзіңіз айтқандай еркіндік керек. Сөз еркіндігі бар, ой еркіндігі бар. Ал мемлекеттік қызметтің тіпті этикасы да бар да. Мемлекеттік қызметкерлердің этикасы: ананы істеуге болмайды, мынаны істеуге болмайды, қатты дауыс сөйлеп, қатты дауыс көтеріп халықпен пікірлесуге болмайды деген секілді шектеулер бар. Бірақ шығармашылықта алып кетуге тырысып жатырмыз. Шығармашыл адамдарға мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге бір жеңілдігі, батылдық бар да, еркіндік бар. Біз енді батыл айтып үйренген адам болғаннан кейін арық сөйлеп семіз шық деген қағиданы ұстанғандай боламыз. Бірақ әкімдік саласынан қайтып шығармашылыққа келгенде кішкене қиындау. Енді ыстық судан суық суға түскен адам сияқты сезінесің де өзіне. Және айтысқа шыққан кезде барлық қарсыластардың маған тиісетіні мемлекеттік қызметші екенін біліп алғанда, Қазақстандағы барлық мемлекеттік қызметкерлердің проблемасы маған айтады. Жемқорлық мәселесі, жаңа қаражаттың мәселесі, қылмыстың мәселесі. Бірақ менің қолыммен жасалып жатқан жоқ қой. Дей тұрғанмен әкімдік қызметте жүргеннен кейін оның да позициясын қорғау керек. Жасалып жатқан жұмыстарды айтуымыз керек. Жұмыс жасалып жатқан жоқ емес, жасалып жатыр, бірақ оны көрсете білу ол енді басқа әңгіме. Жастар саясаты төңірегінде жасалып жатқан жұмыстарды айтып өттің. Сол үшін көптен көп рахмет, алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.